Сәлем достар, Еркеток арнасына қош келдіңіздер. Еркеток арнасында сіздерге көптен көп күткен челлендж, яғни менің арнамда челлендж дегендер болмаған. Сол себепті мен бүгін сары түсте 24 сағат тамақтанамын, яғни сары түсте өмір сүремін деген видео түсірейін деп тұрмын. Мен өткенде комментарияда көк түске тамақтан 24 сағат депті. Мен алдымен бірінші сары түсте тамақтанып көрейін, содан соң көк түске орындайтын боламын. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. 500 подписчикке аз ғана қалды. Сол себепті қазірден бастап тіркелейік. Видео қызықты болады деген ойдамын. Сол себепті видеоны аяғына дейін көрейік. Видео басталды. Азан болған соң. Тұрайын. Не болды? Қанша болды сағат? Сағат бізде уже 9 болыпты. Енді қазір тұрып алайын. Менің сары түстес киімім жоқ. Сол себепті мұнамен жүре берейін. Бет-қолымды жуып алайын. Және де менде мынандай сары түстес зумный паста бар. Сонымен тісіміз шаямыз. Міне, болдым. Сары түстес осындай тарақпен қолданамыз, яғни бұнда қолдануға болады. Мынанда қолдануға болады. Алдымен мен деген осындай термостағы суды ішейін, осындай шайды. Достар, кешіріңіздер, мен кішкене ауырсынып тұрмын, сол себепті даусым кішкене шықпай жатыр. Енді мынандай залға келіп, мына жердегі банан мен чипсыды аламыз. Бұл сары түстес. Бірінші этажға барамыз. Міне келдім астыға. Яғни заттарымызды қоямыз. И мына жерде бізде попкорн бар. Сол попкорнды ыдысқа салып аламыз. Бір ыдысқа, вот, қазір бүйтіп. Яғни бізде мынандай түстес сап-сары, яғни бұл оранжевый сияқты ма, но бұл сарыға жатады. И оңғасына нан. И бізге сары түске осындай лимонад. Міне менің таңғасым осылай. Жеп алайын. Сіздердің ойларыңызша, осы заттар дұрыс па дегенім. Яғни мен бұл сары түс болғандықтан жеуге болады. Менде және де сары не жоқ, сол себепті мынандай бір сумканы аламыз. Мына суды алып аламыз, себебі жолда мынандай соқ болмауы мүмкін. Сол себепті біз қазір көшеге шығамыз, көшеден қыдырамыз. Мен жаңадан ашылған Магнумға барғым келіп тұр. Сол себепті Магнумға барамыз. Который мен келдім уже. И мына жерде бізде ойыншықтар сатады екен. Мен мына жердегі слаймды алғым келіп тұр, но ол көктеу. Алмаймыз. Бірақ хочу. Нет, не надо. И мына жерде сарылау ешнәрсе жоқ екен. Сол себепті киімдерге кетеміз. И мынау бізде киімдер өте демі, мен қазір осы жерден киінетін боламын. Бізде сарыға мынандай мен сияқты не бар екен? Бұны алмаймыз. Сарыға аздап қана екен. Қандай киім алсақ болады? Өте көп киімдердің түрі, но бірақ осы неде Токабукада сары түстес киімдер өте аз. Сол себепті мен тек қана мынаны ғана алам, және де басыма осындай шляпа или жоқ мынандай алайын.
мынандай ала салайын. Көзіме, көзілдірікке қандай болады? Қазір қарайын, бар ма, жоқ па екен. Мына жерде очкидің түр бар. Вот, әдемі. И маған не екен? Жоқ екен, сол себепті мен тек қана мына екеуін ғана ала аламын. Бірақ өкінішті мынаған ұқсас екен. Сол себепті осыны аламыз. Вот мынаны кие салайын шляпаны. Міне карточкамен төлеп жіберейін. Болды. Мен енді өзіме камера и телефон сатып алғым келіп тұр. Енді мына жерге кіреміз. Әдемі екен барлығы. Мына жақтан маған ұнап тұрғаны осындай сары түстес. Менің түсіме де сәйкес келеді. Осыны алайын деп тұрмын. Және де мына жерде өте әдемі телефондар бар екен. Бірақ мен мынандайды ғана алайын деп шештім. Мынау сағаттар ғой. Міне мен осыны ғана аламын. Рахмет. Мен бірінші катокқа барым келіп тұр. Короче, мен деген мына жерден сары түстес киім таппай тұрмын. Давайте мына подаркалардың ішінде не бар екен көреміз. Мынаған заттарды алып кетемін өзіме. Мынандай қызыл түстес. Достар, сары түстесіне пайда болса ғой. Мәнің барлығы не ғой? Менің түсіме сәйкес келмейді ау. Мынау да болмайды. Мынаушы. Жоқ, бұл да болмайды. Жоқ. Сол себепті ешқайсысын алмаймыз. Мына жерден шапка бар екен, но оны алғым келмейді. Ал мына жерге келіп, бізде кофе и мынандай заттар бар екен. Осыны алғым келіп тұр. Вот мына жерде тамақтар бар екен. Сол сары түстес тамақтарды жеп алайын. Болдым. Енді тым болмаса, бассейнге барайын деп шештім. Бассейндердің түр бар екен. Сол себепті мен мына бассейнге барамын. Бұл локация тоже әдемі. Айтпақшы, өтіп кеткен бірінші наурыздарыңызбен, алғыс күніңізбен. Алғыс күнімен, яғни мен сіздерге алғыс айтамын, себебі мені осындай подписке жеткізгендеріңіз үшін, мені қолдаған үшін сіздерге көп шексіз рахметімді айтамын. Яғни бірінен бастап, уже көктем басталды, өте қуаныштымын. Ал біз видеоны жалғастырамыз. Мен келдім. Енді мына заттарды қайда қойсам болады екен? Білмеймін, короче. Ну ладно. Мына жерге тастап кетемін. Мына жерге қойын, жарайды, қойып беріңіз. Қарап отырамыз. Мына жерге қосылайын. Мен бірінші шляпамды кимеймін. Мынандай нені киіп аламын. Көзілдірік жоқ. И мына жердегі сап-сары мынаны ғана көріп тұрмын. Сары. И вот мынандай. Мені алғым келіп тұр. Он емес. Нет. Вот. Істей алмайды екенбіз. Мен мына жерге барып түсейін. Что вообще? Мынандай да бар екен. И мына жерде осындай әдемі очки. Мұрынды жабатын. Маған керек жоқ бұл. Мына картинкада не бар екен? Мынандай ананас бар екен. И там. Шерсимен деген күшті ғой. Жақында осындай видео шықса ғой, где найти это не это вообще, он қалдым.
Бояу деме, где найти это? Ой, ұмытып қалдым. Есіме түсті, где найти красивый вещи, сондай ма білмеймін. Көп кеттім негізі. Ну, давайте видеоны сұрайық. Маған ұнамады заттары. Мен енді қайда барамын. Мен енді басымды шумыл болайын. Көздердің қараңыздар. Не бар екен? Осындай балымызда айыусын іздеймін. Ай-ай-ай-ай, түсіріп алдым келдік. Блин, қараңыздар достар. Күшті вообще. Мен мынаны алғым келіп тұр, но болмайды. Себебі мейлі балымызды қайтей сайын. Ей, көрме. Түн батты, құрсын қайтайын үйге. Тамақтарымды ішіп қайтайын. Мынау киім нормально. Все. Мына заттарымды алайын. Ей, не это? Сюда. На. Спасибо. Енді қайда барсам екен? Но менде еш қайда әдемі нелер тұрған жоқ. Сол себепті мен үйге қайтам. Давайте. Который мынау видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қазір енді ұйықтаймын бір заттар жеп. Яғни достар, неге осы менің видеом тез аяқталғанын айтайын. Себебі бұл видеода осындай тока-бокада сары түсте заттар өте аз екен. Сол себепті мен осыншама ғана істедім. Осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мына менің алған заттарым, міне киімдерім, мына қараңыздар. Вот, красивый, да? Мынаған ұқсайды. Екеуін мен мектепке киіп баруға болады. Достар, 500 подписчикке азғантай ғана қалыпты. Енді қандай түске орындайын, ол видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Маған комментарий жазып кетіңіздер. Яғни мына сары түсте заттар өте аз екен.